Баршаңызға сәлем. Бүгін тауықтар жұмыртқаны көбірек туу үшін не істеуге болатыны туралы айтып беретін боламын. Таңертең тауықтарымды сыртқа шығарып жатырмын. 40-тың үстінде тауықтар. Шақ ойыңдар. Шыңдар. Қыркүйек айының бүгін 27-сі болып жатыр. Шалмай жатыр төбеден. Мынау жерден бидай жеу керек, бәрі бидайға барып жатыр. Жүндер бірінші таңғы асқа қияр жейміз, қияр. Осындай қауындардың тәтті еместерін тауықтарға береміз. Сосын базардан осындай қияр, орам жапырақ, алма, өрік деген сияқты нәрселерін қалдықтарын әкелеміз. Соларды бір мезгіл жейді. Таңғы асқа жемістен шамалы жеп алыңдар. Көчендер көпсі. Қазақ тауықтары бар. Көк тауықтар. Брамадан 1-2 жүр. Шамалы жүгіріп бой жазып алсын. Содан кейін басқа тамақтарын беретін болам. Тамыз айынан бастап осындай өзіміздің бау-бақшамыздың қауындарын бергенбіз. Сөйтсек шопағымен бергенбіз ғой. Шопағына семіріп алады екен бұлар. Сөйтіп жұмыртқа тумай қояды екен. Негізі жұмыртқа тумауының себебі көп жағдайда тауықтар семіріп кеткен жағдайда жұмыртқа тууын тоқтатады. Сөйтіп бұл тауықтарымыз жұмыртқа бермей қойған. Сөйтіп зерттеп қарасақ, ғаламтор желісінен іздестіріп қазақша, орысша ақпараттарды зерттеп қарасам, бұлар көп жағдайда семіріп алғаннан жұмыртқа бермей қояды екен. Мына жақта біреуі таң атпай жұмыртқа салуға кетіп баратыр қазір. Жұмыртқа салатын орын іздеп жатыр. Ақпарат көздерін қарай отырып, бұлар қалай жұмыртқа береді, семіздігін қалай басамыз, қалай қайтадан жұмыртқа тууды бастайды деген мәселені зерттеп қарадым. Сөйтіп бұл мәселені де қайтадан шеше бастадым. Оны видеоның соңына қарай айтып беретін боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осы менің арнамда тауық туралы ғылыми жобамда бар. Сол жерден тағы да қосымша ақпараттарды қарасаңыздар болады. Үйімізде осындай тауықтар бар болғасын, қызық болсын деп түсіріп жатырмын. Қазіргі уақытта көпшілігі тауық шаруашылығымен айналысады. Мүмкін көпшілігі біледі, қалай тауықтар көп жұмыртқа салу керегін. Кейбіреулер мен сияқты тауықтары жұмыртқа бермей қойып, не істейміз деп жатқандар болуы мүмкін. Сол үшін осы видеоны түсіріп жатырмын.
мынау балапан. Мына қоңыр балапан 8 ай болып қалды. Құдай қаласа 8-9 айда жұмыртқаға түсе бастайды жемендеп. Негізі тауықтар алғашқы бірінші жылы және екінші жылы жақсы жұмыртқалайды екен. Әсіресе бірінші жылы, екінші жылы шамалы жұмыртқа беруін азайтады. Үшінші жылы тіптен азайтып, 2-3 күнде бірақ беретін болады. Енді ол көп жағдайда тұқымдарына байланысты. Менің тауықтарым қазір былтырғы балапандардан шыққандар бар, өзім шығарған. Және сатып алған тауықтарым бар, олардың енді 1 жыл, 2 жылдан асқандары бар. Сондықтан көпшілігі жұмыртқа беруді азайтқан. 1 күнде беретіндері бар, 2 күнде, 3 күнде беретіндері бар. Қайсысы неше күнде беретінін мен зерттеп қарап жүрем, күнде қайсысы жұмыртқа басып жатқанын. Солай қайсысы үлкейеді. Сондай тауықтарды жаймендеп сойып ала беру керек. Мысалға мына бір тауық уже үлкейген тауық. Жұмыртқа беріп жүрген жоқ. Әрі әбден семіріп алған. Бұлардың басын кесу керек. Базарға шығарып сатып жіберу керек. Негізінен 8 ай болған, 7 ай болған балапандарды күздің күні сатып алған жақсы. Бұланы жаңадан аппараттан шығарып, басып та шығарып аламыз арасында. Ол 8-9 ай болам дегенше қанша жем, қанша витамин жейді. Енді қауынның дәнін жей бергендіктен қауынның өзін ғана беріп, дәндерін осындай құрт жайған қалтаға төгіп алып жинап жатырмын. Бұларды енді қыстың күні беремін. Қыстың күні жемге араластырып беретін боламын. Шемішке де беріп жатады ғой қыста. Бидайға араластырып. Шөрі, бидай, шемішкені араластырып беріп жатамыз қыста. Тоңып қалмасын, тоқ болсын деп, соның орнына осы қауынның дәндерін қосып беруге болады. Осындай жинап алып қойдым да, қауынның өздерін ғана беріп жатырмын енді. Осы дәннен семіріп жатыр екен тауықтарым. Бір тауықты сойып көрсем, әбден семіріп алған, тіптен жұмыртқа беретін түрі жоқ. Тауықты сойсам, бұл тауық жаздай қауын жеп, қауынның шопағын жеп, әбден семіріп алыпты. Сөйтіп жұмыртқа бермей қойған. Әрі-бері жұмыртқа бере ме деп күтіп едік, болмады. Сосын басын кестік. Енді көрсе бұл жүгіре береді жүндер. Мен сендерге бидай берем қазір. Көчендерім жүре қойыңдар. Таңғы астарын іштіңдер ме? Мына қара балапан 8 айлық, мына қоңыр 8 айлық болған. Тағы біреу бар. Биылғы балапандардың ерте көктемде шыққандар. Үйде балапан шығаратын аппаратым бар. Сонымен біраз балапан шығарған болатын. Бірақ жаздың күні оларды сатып жібердім. Балапан шығарған кезде көбі қораз болып кетеді ғой. Көпшілігі қораз болып кетеді. Одан қалды өзіне арналған тамақтары бар. Оның бәрі біршама қаражат тұрады. Сондықтан ең дұрысы көздің күні. Төбелеспеңдер. Тамақ жеуге, бидай жеуге дайындалып тұр. Күздің күні 8 ай болғанда, 7 ай, 9 ай болған кезінде сатып алған дұрыс. Есесіне олар 1 жыл, 2 жыл бойы жақсы өнім беретін болады. Ал базардан әртүрлі тауықтар сатып ала берсеңіздер, олардың неше жаста екенін біле алмай қаласыз. Тауық жұмыртқа бермей жатады, сосын олар не жұмыртқа бермеді деп ренжисіз.
Мына жерге мен бидай жасырғанмын. Сол бидайды іздеп жатыр. Артындар. Жеңіл болсын деп таңға асқа бидайды мен суға салып өндіріп қойғанмын. Оны осы жерге жасырғанмын. Қазір алып беретін боламын. Артындар. Анандай қып. 2-3 күн болды, бұл осындай өніп тұр. Таңғы асқа негізі жеңілдеу тамақ беру керек. Негізінен бидай беріп жатырмын қазір. Негізі тамақ осы бидай ғой. Қазір бір күрешкені толтырып алдым. Тағы да беретін болам. Өзі шамасы белгілі, өзі қанша жейтіні. Келіндер, тоқтарым. Тө. Шашып. Келе ғой. Бір күрешке осы 2 күрешкедей берем қазір. Күн шығып қазір әдем болып тұр. Оларға тауық жұмыртқа жақсы беру үшін күн сәулесінің ұзағырақ түскені жақсы. Менің тауықтарым көбінесе сыртта жүреді. Тамаққа тойып алады дағы, сырттан әртүрлі нәрселерді теріп, кешке дейін өздері жайылып жүреді, шөп жейді. Малға түсіріп қойған шөп бар. Солардың төбесінде жүреді. Тас теріп жейді. Естің ауында майда тастары бар, үй салғанда түсірген майда тастардан теріп жейді. Өздерінің қоректерін тауып жеп жүреді кешке дейін. 2 мезгіл жем береміз. Азында осы 2 күрешкедей берем қазір. 1,5 күрешка жобасы белгілі болады. Сосын шамалы кебекпен несушка қосып беретін болам қазір. Қазір тағы да бидаймен беремін. Тағы да алдым бидай. Жүндір. Көсе. Берем. Тоймаған тағы сұрап жатыр. Же ойындар. Меніңше осы жетіп қалады әзірге. Осыны жей тұрыңдар. Мен сендерге шамалы кебек жеңілдеу дайындап жіберейін. Мына бір тауығымды семіріп тұр. Кене жұмыртқа беріп жүрген жоқ. Шамалы аздыру керек. Мына бір қара тауығым кеше бере бастады. Үлкендеу тауықтарда жастар кеп қалған. Негізі көпшілікке етке кетейін деп тұр көпшілік тауық. Қораздар бірін-бір қуып отыр. Брамаларды, қазақ тауықтардың бәрін азайтып, тек қана көчин тауықтарды қалдырғым деп тұр. Бір бағыттағы тауықтарды асыраған дұрыс. Жұмыртқасын сатуға да ыңғайлы болады. Қазір құсшы шаруалар көп, құс асырайтын көпшілігі бір текті ғана асырап, сонымен жақсы табыс тауып жатқандар бар. Менде осы көчин бағытындағы тауықтарды ғана асырағым келіп жүр. Бастапқыда 2 жыл болды ғой қазір айналысып жатқанымызға. Шаруашылықты түсінбегеннен әртүрлі тауықтарды ала бергенбіз. Енді зерттеп біліп, қай жағынан табыс табуға болатынын анықтап жатырмыз. Бір бағыттағы тауықты ұстасаң, оның жұмыртқасында қымбатырақ сатуға болады. Бұл төбелесе бермеңдер. Бидайларын жеп болып қалды. Мен қазір шамалы кебекпен несушканы араластырып беретін боламын, және оған бір затты қосып беремін.
Сол заттың арқасында бұлар жұмыртқа туа бастады. Мына күнделікті жеген жұмыртқаларымыздың қабықтарын тастамаймыз. Бұны тәтті салып әбден майдалайтын боламыз. Бұл қалдықтарды пайдаға асыруға болады, қоқысқа тастамай. Жұмыртқаның қабығында өте көп мөлшерде кальций бар. Бұл кальций жұмыртқалардың, тауықтардың қайтадан жұмыртқа жасауына көмектеседі. Сондықтан өте майда етіп, алдымен бірнеше күннің бетінде кептіріп аламыз. Бірнеше күн жинаймыз. Сосын осылай әбден майдалаймыз оқтаумен. Осылай жұмыртқаның қабығын әбден майдалап аламыз. Осы біршама майдаланғаны жарайды. Жемнің арасына қосып жегеннен кейін бұны тауықтар не нәрсе екенін байқамай қалатын болады. Әп-әдемі біркелкі алып майдаладық. Осы майдаланғаны жетеді. Бұл бізге ракушканың орнына кальций ретінде пайдаланамыз. Енді осы пакетіміздегі жұмыртқаның қабығын мен кебекке араластырып жіберемін. Арасында осылай үйде жинақталған жұмыртқаның қабықтарын тауықтың жеміне араластырып беріп тұрсаңыздар болады. Міне мен араластырып қоям. Бұл кебекпен білінбей кететін болады. Осылай араластырып қоямыз. Азан уақытта бір мезгіл осыған несушканың жемін араластырып тауықтарға беріп отырамыз. Қазір мен тауықтарыма жылы су алам. Тауықтарға жылы су берген дұрыс. Қолмені үйден жылы су ағат осылай. Жылы суға апарып беремін. Әрі жемді де осы жылы суға былғайтын боламын. Шелегім құлаған жоқ әлі тұр. Тауықтарым, сендерге жылы суға келдім. Қазір салқын суды, түннен қалған суды төкіп тастаймыз. Орнына жылы су құйып берем. Тауықтарыма жылы су құйдым. Қазір бір шелектен іше тұрыңдар. Ыдысқа шамалы су құйдым да. Осы сумен кішкене жем араластырып беремін. Шамалы шыдай тұрыңдар енді. Тұра тұрыңдар. Жүгірмей. Қазір сендерге қазір мына жерде бидай кебек бар. Бидай кебекке несушканы араластырып беремін. Бидай кебек. Тұра тұрыңдар. Шамалы тұра тұрыңдар. Бидай кебекті суға салам.
Мына жерде қып қойған несушкам бар. Бидай кебекке осы несушканы араластырып беретін боламын. Және тағы бір затты араластыратын боламыз қазір. Ол зат не зат екенін біздің екінші бөлімде көретін боласыздар. Сонымен тауықтар не үшін жұмыртқа тумай қойды және оның жұмыртқа тууын қалпына келтіру үшін не істейміз деген сұраққа жауап беру үшін біздің бейнебаянымыздың екінші бөлімін көруге тырысыңыздар. Әзірге видеоны аяқтайтын боламыз. Видеомыз қызықты болса, арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіздер. Біз екінші бөлімде ары қарай жалғастыратын боламыз.